Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Мен бүгін сіздерге баклажаннан жасалатын өте сәнді, ерекше дастарханның сәнін кіргізетін баклажан рулет дайындайтын боламын. Ол үшін бізге баклажанның екі шетін осылай кесіп алып тастау қажет болады және жұқа қылып осылай барлық баклажанымызды осылай кесіп алатын боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық дайын баклажанымызды осылай екі жұмыртқамызды жарып, жұмыртқамызды жақсылап қозғап алып, барлық баклажанымызды осылай бірінші кезекте жұмыртқамызға осылай екі бетін жақсылап аударып алып, бір тәрелка ұнымызды осылай дайындап аламыз. Ұнымызға және сухарик, нан сухарикі, панированный сухарикке екі бетін аударып алатын боламын. Барлығын осылай тәрелкеге жинайтын боламын. Барлығын бірдей бір мезгілде пісіргеніміз дұрыс. Осылай ұнымызға аударған кезде ұнымызды жақсылап сілкіп алуымыз қажет. Осылай екі бетін жақсылап аударып, барлығын дайындап алатын боламын. Жасау жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге дәлірек көріну үшін мұны жақыннан көрсететін боламын. Дәл осылай екі бетін жұмыртқаға, содан соң ұнға жақсылап сілкеп алып, одан кейін барып панированный сухарикке екі бетін аударып алатын боламын. Қазіргі кезде осы хит болып жатқан баклажан рулетті міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және ең қолжетімді салаттың бірі. Дәл осылай барлығын бір тәрелкеге салып дайындап алдым. Енді кезекте қызып тұрған осылай тапамызға майымызды құйып, қатты қыздырып алып, осылай 2-3 данадан салып пісіретін боламын. Екі беті қызарғанша пісіретін боламыз. Осылай вилканың көмегімен, яғни шаншқының көмегімен аударып отырамыз екі бетін. Қараңыздар, барлық баклажанымыз дайын. Ендігі кезде арасына қосатын қоспамыз дайындаймыз. Бізге керектісі салат жапырағы, помидор, майонез және бір дана сарымсақ, яғни чеснок. Барлығын сақтап тұрып, осылай майонезімізге жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте бір дана баклажанымызды алып, бетіне жұқалап, майонезімізді жағып, орайтын боламыз. Осылай бірінші жақсылап жағып аламыз. Осылай мен қасықтың көмегімен жақтым. Енді кезекте салат жапырағын салатын боламын. Салат жапырағын осылай шетінен кесіп алдым. Осылай бетіне тегістеп жайып, ішіне помидор салып, осыны енді кезекте орайтын боламын. Ал ең соңғы оралған шетін астына бастыртып қоятын боламыз. Осылай жақсылап ораймыз. Осылай астына бастыртып қоятын боламыз. Міне біздің баклажан рулетіміз дайын. Барлығын дәл осылай дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және көп затты қажет етпейді. Өте дәмді, кез келген қонақтарыңызға және ас мәзіріне де қосып жасай берсеңіздер болады. Біздің баклажан рулетіміз дайын. Көріп отқандарыңыздай өте керемет, сәнді. Кез келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Жасалу жолы өте оңай. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің түрлі рецепттермен бөлісетін боламын және міндетті түрде достарыңызбен бөлісуді сұранамын.